Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, араға апта сал өздеріңізбен тағы да бір мәрте жүздесіп отырмыз. Атырау арнасының тікелей эфирінде міне бүгін қасиетті жұманың кешінде тікелей эфирде Иман Нұр хабары өз жұмысын бастайды. Қымбат телекөрермен, бүгінгі біздің бағдарламамыздың негізгі тақырыбы дін және жастар, яғни жастардың қоғамдағы орны, дінге деген көзқарасы қандай, және де еріктілер жылындағы жастардың атқарған жұмыстарына сипаттама беретінде боламыз. Бүгінгі біздің бағдарламаның меймандарын таныстырып өтейін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жастар ісі секторының меңгерушісі Әділет Көпен және де орталық Иманғали мешітіне қарасты иман жастары еріктілер тобының белді мүшесі Думан Меңдеш бүгін бізде онлайн байланыста қонақта болып өздерінің ой пікірлерімен бөлісетін болады. Егер де сіздердің де сұрақ сауалдарыңыз, көкейде жүрген ой пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болса, экран астында көрсетілген WhatsApp желісіндегі номерімізге жолдауларыңызға болады. WhatsApp желісіндегі номерімізді айта кетейін: 8778 174 71 60. Енді бүгінгі біздің бағдарламаның қонағымен таныстырып өтейін. Әділет Көпен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жастар ісі секторының меңгерушісі және де осы қаламызға қарасты Иманғали орталық мешітінің жанынан құрылған иман жастар еріктілер тобы бар. Осы иман жастар еріктілер тобының белді мүшесі Думан Меңдеш бүгін бізде онлайн байланыста қонақта, осы пікірлермен бөлісетін болады. Ендеше қымбат телекөрермен, біз бағдарламамызды бастайық. Алдымен Әділет мырза, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Көңіл күйіңіз қалай, қызметтеріңіз қалай жүріп жатыр? Аллаға шүкір, жақсы, ептеп бізде. Бәрекелді. Қымбат телекөрермен, біздің екінші мейманымыз Думан Меңдеш техникалық ақауларға байланысты қоса алмай жатыр. Сәлден соң қосылатын болады. Біз бағдарламамызды бастай береміз. Әділет мырза, енді бүгін өзіңіз білесіз, жастар тақырыбына арнап отырмыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбын енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы осы жастар секторының бірден бір жастармен тікелей жұмыс жасайтын өздеріңізсіздер. Жалпы енді алдымен осы дін мәселесінде, дінімізде жастардың мәселесі қалай қаралған? Алдымен соған тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Жалпы дінде, жалпы ислам дінінде жастардың орны ерекше. Бәрімізге белгілі, ол жастар қоғамды қозғаушы күш болып саналады, дұрыс па? Яғни Әл-Фараби бабамыздың бір сөзі бар: кез келген елдің болашағын білгің келсе, олардың қазіргі жастарына қара дейді. Яғни қазіргі біздің еліміздегі жастар, Құдайға шүкір, дінге бет бұрған, Алласын біледі, пайғамбарын біледі, 5 уақыт намаз оқитындар бар, мешітке баратындар бар. Яғни осыдан ақ көруге болады жалпы жастардың дінге деген көзқарасын. Бірақ та енді қазіргі кезде андай да бір түсінік бар, дінге қартайған кезде келу керек, намазды қартайған кезде оқу керек, жастық шақты барынша өткізіп, жаңағындай ойын қуып, сауық қуып өткізу керек деген бір түсініктер бар. Ол дұрыс емес. Яғни дінде ол құпталмайды. Пайғамбарымыздың бір хадисін білеміз, яғни пайғамбарымыз айтады, құдси хадис, яғни қиямет күні ешбір пана болмаған кезде Алла тағаланың аршының көлеңкесінде 7 түрлі адам болады дейді. Соның бірі өзінің жастық шағын құлшылықта өткізген жас адам дейді. Яғни жастар дінді қозғауда, дінді дамытуда бір ерекше рөл атқарады деп айтса болады. Және де ислам тарихына көз жүгіртсек, алдымен дінді қабылдаған жастар екенін көруге болады. Пайғамбарымыздың жанында да көп сахабалар жастар болған. Яғни басым көпшілігі 30-ға дейін болған. Ал 30-дан 40-тан әрі қарай жастағылар өте аз болған. Пайыздық көрсеткішпен санаған кезде. Мысалы, Хазірет Әли небәрі 10 жасында исламды қабылдаған. Және де пайғамбарымыздың асыранды баласы Зәйд ибн Хариста 15 жасында мұсылман болған екен.
және де басқа да сахабалар, мысалы Абдурахман ибн Ауф, Аркам ибн Аркам, Сағат ибн Әбу Вақас деген белді сахабалар небәрі 17-20 жастарында болған екен. Яғни сол кезде көретін болсақ, сахабалардың көбісі яғни жастар болған екен. Және де бәрімізге белгілі Мұсаб ибн Умейр сахаба Мәдинаға ұстаз болып барады ғой. Сол кезде барған бетте исламды жая бастайды. Яғни біраз уақыт өткеннен кейін Мәдина қаласында мұсылмандардың қатары көбейеді. Яғни біз бұдан көретініміз жалпы жастардың исламды дамытуда өте үлкен күші бар екенін көруге болады. Яғни жастарымыз қазіргі кезде дұрыс жағынан түсіндіру керек дінді, исламды дұрыс жағынан түсіндіру керек. Біздің жалпы сектордың мақсаты да сол, бірден бір мақсатымыз жастарға дәстүрлі исламды үйрету, исламның асыл құндылықтарын дұрыс түсіндіру болып табылады. Бәрекелді, түсінікті. Жалпы енді қазіргі таңда барлығымызда өзіңіз білесіз, еліміздегі жағдайға байланысты онлайн желісінде жұмыс жасап жатырмыз ғой. Сіздердің жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Жастармен арадағы байланыс қалай? Бұрынғыдан қарағанда нашарлап кеткен жоқ па, әлде одан сайын артып жатыр ма? Енді мына біз жыл басында жоспар құрамыз, әр жылдың басында біз жоспар құрамыз. Мысалы, жыл бойында ай сайын осындай бір шаралар өткіземіз деп. Осы жастармен осынша шара өткіземіз, кездесулер өткіземіз деп алдын ала жоспар құрамыз. Енді адамның дегені болмайды, Алланың дегені болады демекші. Карантин келіп, барлық жоспарымыз түбегейлі өзгерді. Яғни біздің ғана емес, жалпы елдің, барша халықтың жоспарлары өзгерді деп айтса болады. Біз соған қарай өзіміздің жоспарларымызды сәйкестендірдік. Яғни барлық шараларымызды онлайн форматқа ауыстырдық. Яғни онлайн істеуге болатын жұмыстардың бәрін сол онлайн жоспарға енгіздік. Яғни қазіргі кезде бізде насихат, уағыз насихат жұмыстары онлайн жүреді. Инстаграм желісінде болсын, Zoom-да болсын, осындай жалпы Фейсбукта әр өңірде жастар сектор мүшелері уағыз насихат жұмыстарын жүргізеді. Әртүрлі тақырыпта жастарға байланысты. Яғни жастық шақты қалай өткізу керек, дін және жастар, исламдағы жастардың мәртебесі, немесе қазіргі кезде карантинге байланысты дұрыс уақытты қалай дұрыс өткізу керек деген сияқты тақырыптар қозғалады. Яғни бұл уағыз насихат. Ал одан басқа дәрістер жүреді. Фиқх дәрістері, Құран үйрету дәрістері, ақида дәрістері болады. Бұның бәрі онлайн форматта жүреді. Сонымен қатар қазіргі кезде қайырымдылықты да біз құр қалдырған жоқпыз. Қайырымдылықтарды атқарып жатыр. Құдайға шүкір, бізде әр өңірде еріктілер бар, жастар секторының мүшелері бар. Солар арқылы біз қандай да бір мешіттің жанында қайырымдылық шаралар болса, міндетті түрде біздің жастар секторының еріктілер жүреді. Олар атсалысады, мұқтаж адамдарға азық-түлік таратады, барлық жағдайларын жасайды деп айтса болады. Яғни біз тоқтап қалған жоқпыз. Яғни карантин келгелі біз барынша жұмысты керісінше қарқынды жүргізіп жатыр деп айтса болады. Түсінікті. Бәрекелді. Енді қазір біздің екінші мейманымыз да қосылады сәлден соң байланысқа. Енді әзірше өзіңіздің ой пікірлеріңізбен бөлісе беріңіз. Бізге дәл қазір енді тікелей эфирде WhatsApp желісінде көрермендеріміз алғашқы сауалдарын келіп жолдап жатыр екен. Мынау енді жастар қазір көбінесе өзіңіз білесіз, дінге қызығушылық артып келе жатыр жастардың. Өзіңіз білесіз. Соған байланысты діни білім алғысы келеді, діни сауатын ашқысы келетін жастар да бар екенін білеміз. Енді осыған байланысты мынау діни кітаптар, діни әдебиеттерге құмартатын жастар да бар. Жалпы осы орайда қандай кітаптар оқыған жөн деп бір кеңесін сұраған екен сізден. Менің кеңесім жалпы кітапты, діни кітапты таңдауда біріншіден ол кітаптың авторына көңіл бөлу керек. Жалпы қазіргі кезде жастарымыз енді кез келген діни кітап болсын оқи береді ғой, оның авторына да қарамайды, оның несіне қарамайды. Ең бірінші сол авторына мән беру керек. Яғни автор елімізде танымал дін маманы ма, дін қызметкері ма, соған қарау керек, немесе бір шетелдегі ешкім танымайтын бір шейх па, оған да мән беру керек. Және де екінші мәселе кітап таңдауда мынау бізде дін істері және азаматтық кешіріңіздер, ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бар.
Сол министрліктің ішінде дін істері комитеті бар. Сол дін істері комитетінің жанында сараптама бөлімі бар. Сол сараптама бөлімі көптеген кітаптар сараптама жасайды. Яғни кітаптың ішінде сол дін істері комитеті мақұлданған деген жазу болу керек. Одан бөлек бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында сараптама секторы жұмыс жасайды. Олар да мынау діни жаңағы кітаптың діни жағына мән береді. Жаңағы дін істері комитеті дінтану жағына мән берсе, біздікілер діни жағына, яғни ақида жағына, фиқх жағына мән береді. Үшінші мәселе осы, яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптамасынан өткен деген яғни жазу болу керек. Яғни осы үш нәрсеге назар аудару керек діни кітапты оқыған кезде. Және авторы біріншісі, екіншісі сараптамасы дін істері комитетінің, үшіншісі біздің муфтияттың сараптамасы. Және сонымен бірге жастардың да енді өзінде бір ішкі бір түйсік болу керек қой, кітапты оқыған кезде мына кітап дұрыс нәрсе айтып жатыр ма, дұрыс нәрсе жазылып тұр ма деген сияқты өзінде кішкене былай сыни ойлауы болу керек деп айтуға болады. Яғни іштей бір өзі де бір саралап қажеттілігін жарата білу керек дейсіз ғой. Түсінікті. Енді біз білеміз, осы жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы дін мәселесіне қай жағынан алып барса да барынша мынау діни сауатты болуға, әсіресе жастар арасында діни сауаттылықты арттыруға барынша жете мән беріп жатады. Енді осы тұрғыда жалпы осы діни сауаттылықты арттыру, білім, ғылымды игеруде жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр жастармен? Бағана айтқандай, бізде яғни онлайн дәрістер бар. Әр апта сайын, яғни әр күні жүріп тұрады бізде. Яғни бұл жерде әртүрлі тақырыптар қозғалады. Білімге де байланысты, діни сауаттылықты көтеруге байланысты, соның ішінде жатағымға байланысты сұрақтар қозғалады. Яғни жастардың діни білім алуына барынша жағдай жасалған бізде. Яғни сұрақтарын қоюына болады. Бізде пәтуа бөлімі бар. Пәтуа бөліміне хабарласып, өзінің діни сұрақтарын қойса болады. Сол арқылы тұшымды жауаптар ала алады. Бізде қазір кол орталық жұмыс жасайды, пәтуа бөлімі жанынан. Сол кол орталыққа қоңырау шалып, өздерінің сұрақтарын қойса болады. Сол арқылы өздерінің діни білімдерін жетілдіруге мүмкіндік бар. Түсінікті. Енді бізге екінші мейманымыз Думан мырза қосылды. Думан мырза, ассалаумағалейкум. Көңіл күйіңіз қалай? Уағалейкум ассалам. Жақсы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Күн мақұлы. Жерден көктен әміз соны қатыласынан сынақтар мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз саламға Аллахның таңсыз ебірімен сәлем болсын. Енді өзіңіз бүгін міне бағдарламамызда жалпы жастар тақырыбында сөз қозғап отырмыз. Енді өзіңізде осы қаламызда ерікті жастардың бірісіз. Мынау иман жастар еріктілер тобының мүшесі ретінде жалпы бұл топты енді бұған дейін де біз білеміз. Бұл топтың қайырымдылық шараларда, көптеген шараларда төбе көрсетіп өзіндік орны бар жастар бар екенін білеміз. Жалпы бұл топтың мүшесі ретінде жалпы осы топта құруда мақсат қандай еді? Жалпы қазір жастардың дінге деген қызығушылығы, көзқарасы қалай? Өзіңіздің жеке пікіріңізді білдірсеңіз. Енді жалпы жаңа Әдет мырза айтып өткендей, техникалық ақауларға байланысты бірінші қозғалған барша көрермендерге өздеріңізді кешірім сұраймын. Жалпы қазір әрбір елдің негізін құрайтын халық болса, сол халықтың негізгі бөлігі, басым көпшілігі, болашағын бағдарлайтын, басқаратын сол елдің жастар болып саналады. Бұл қай мемлекет болсын, қай ұлт болсын, қай дін өкілі болсын. Енді біздің дініміз жалпы асыл ислам дінінде жалпы дінге қызмет ету, Алланың жолында, соның ішінде жастарға қатысты Пайғамбар саллаллаху алейхи өте көптеген хадистер айтылған. Аллаға шүкір, қазір соңғы жылдары Атырау шаһарында, мен енді Атырау шаһарының атынан сөйлеген соң, Атырау шаһарына айтайын, жастарымыз көптеп дінге келуде. Тек қана дінге келіп қана қоймай, осы жыл аралықтарында ілім ізденуге, сол жолға түсіп жатқан жастарымыз көп, өте қуантады. Және де сонымен қатар кеше елбасымыз осындай қайырлы оқиғаның өзінде де бір жағын басып бір жеңнен қол шығарып қолдас деме болып жатқанда осы мешіттің айналасында жүрген шәкірттеріміз, жамағат жастарымыз. Бұның барлығы енді мен ойлаймын, нені көрсетеді, не себепті десе, Аллах тағала өзі әр уақытта әр қауымға сондай бір жастарды жібереді екен. Сол біздің қазақтың ұлт деген ұлтқа, қазақтың жеріне осы келіп жатқан болашақ елдің
осы абыройын асқақтататын, ертеңгі осы елдің болашағын бағатын, дамытатын жастарды біледі. Өйткені не себепті десеңіз, қазір жастар енді иман жастары осыдан бірер жыл бұрын құрылды ғой. Жаңа айтыңыз жасап жатқан жұмыстарын бүгін бір ел көріп жатыр. Жастардың енді көптеп келуі бір жағынан өте қуанышты, бір жағынан кейде кішкене қынжылтатын да жағдаяттар болады. Жатағына кетіп қалып жатқан жастарымыз да өте көп. Бұның барлығы бір жағынан әр нәрседе қарама-қайшылық заң болып сақталады ғой. Сол сияқты қазіргі таңда біздегі белең алып тұрған мәселенің бір күрмеулі жағы деп айтсақ болады осы жағын. Ал былайша айтқанда өте көп жастарымыз, оқуға кетіп жатқан жастарымыз көп, медреселерде білім алып жатқан, шетелде білім алып жатқан, осы біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қолдауы, Алла Атырау облысының бас имамы, біздің өкіл имамымыз Алтынбек Рысқанұлының қолдауымен кетіп жатқан жастарымыз өте көп. Жергілікті кәсіпкерлердің біз өте қуаныштымыз, қандай да болмасын, осы Алланың жолында адал қызметте жүруге Атырау жастары дайын және құштарлы. Тек қана бізге мүмкіндігінше демеу болса, мүмкіндігінше қолдау болса деген ниет. Қандай болмасын, игілікті істен біздің жастардың ішінде емес. Бәрекелді, түсінікті. Енді жастарды қандай да бір осы шаралардың басы-қасынан көріп жатамыз ғой. Биыл оның үстіне еріктілер жылы, жаңа өзіңіз айтып өткенде иман жастары да көптеген еріктілік жұмыстарға белсене қатысып жатыр. Жалпы осы көп бір шараларда көп көреміз де, артынан көрмей қалып жатамыз кейде жастарды. Бұдан кейін жалпы жастарға одан кейін қолдаулар болып жатыр ма? Жалпы оның алдағы өміріне, немесе жұмысына, оқуына деген сияқты. Енді қазір сондай бір уақыт болса, тұрмыс билеген жаман қандай ілім жолдағы адам болсын, жалпы дүниеви тірлікпен жүрген адам болсын, бәрінің ойлайтын бойынша отбасы о жағынан қамы, өзінің жүріп тұрысы, жеп-жейтіні әрине табысқа келіп тіреледі. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, өте көп демеу отыратын ағаларымыз көп. Енді жаңа айттым ғой, бізге кішкене соңғы кезде иман жастар еріктілердің негізгі жасалатын жұмыстардың көп бөлігі бұл практикалық тұрғыда жүзеге асатын жұмыстар. Яғни біз жаңа азық-түлік тарату болмасын, жағдай жоқтардың үйлеріне барып көмек қол созу, ол кішкене карантин жағдайында кішкене қолды байлағандай болды. Өйткені қазір білесіз, Аллах жерде кішкене шектеулер қойылды, бұрындағыдай адам көп жинауға рұқсат етілмейді. Бірақ та Аллаға шүкір, жаңа Әділет мырза айтып өткендей, осы орталық мешітіміздің бас имамы бар, осы жергілікті имамдарымыз бар, осы жаңа Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан құрылған жастар комитеті бар. Әр айда тұрғылықты, әр айда мерзімді түрде арнайы осы азық-түлік тарату болсын, қандай да бір садақа ұйымдастыру, жағдайы төмен отбасын аралау шаралар жүруде. Бірақ та бұл енді осыған дейінгі кезеңге салыстырғанда қатты емес деп айтуға болады. Екінші мәселесі жаңа қолдау мәселесі деп. Енді қолдау мәселесі Аллаға шүкір, Атырау жалпы болмайды өлкен, Аллаға шүкір осы өңірде. Естілмей қалдыңыз, Думан мырза? Жарайды, жақсы. Әңгімемізді біз одан әрмен жалғастырайық. Ел азаматтар болса. Естілмей қалдыңыз? Шақырамын. Қазір енді сіз естіліп тұр ма енді? Естілді, айта беріңіз. Сондай жағдаяттар орын алып жатыр. Жалпы қолдау Аллаға шүкір. Әрине біз енді жастар болған Абай айтады ғой. Дүние үлкен көлдей, заман соққан жел, Аллаға толқын ағалар кейінгі толқындар дейді. Кейінгі толқын... Иә, бізде кішкене техникалық ақаулар болып орын алып жатыр. Екпіні қарт. Иә, Думан мырза, сізді кішкене техникалық ақаулар болып жатыр, дыбысыңыз естілмей қалып жатыр. Енді одан әрмен жалғастырайық. Әділет мырза, енді биыл еріктілер жылы, өзіңізде білесіздер, еріктілер жылында
жалпы көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Жаңа енді биыл мемлекет басшысы осы еріктілердің одан әрі қолдау болады, олардың еріктілік жұмыстары жаңа алдағы уақытта еңбек кітапшасына енгізіледі деген сияқты жақсы бастамаларды айтып жатыр ғой. Жалпы бұл тұрғыда сіздің ойыңыз қандай? Жалпы еріктілер жылындағы қалай жұмыстарыңыз, қалай жүруде және алдағы жоспарлар қандай? Өте дұрыс айтасыз. Жақын уақытта Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев айтты, еріктілердің жалпы статусын бекіту жайлы. Мен ойлаймын, бұл өте жақсы бастама, өйткені осы уақытқа дейін еріктілер өзі ешқандай бір ақы алмайтын адамдар ғой, ешқандай ақысыз жұмыс істейтін, өзінің уақытын бөліп, қайырымдылықтарға барып, өзінің жалпы соның жанында жүретін, қасында жүретін адам ғой ерікті деген. Енді мынау президентіміздің бұл бастамасы еріктілерге өте бір жақсы қолдау болады деп ойлаймын болашақта. Өйткені бұл еріктілік дегеніміз, студент болсын, жас бала болсын, болашақ өміріне бір баспалдақ ретінде көруге болады да. Мысалы, еріктілікпен айналысып жүріп, әрі қарай мысалы жұмысқа тұрып кету мүмкіндігі бар. Мысалы, еріктіліктің көптеген басым жерлері бар ғой, мысалы өзінің артықшылықтары бар. Таныстар табасын, әртүрлі адамдармен танысасын, сол арқылы өзінің болашағын құруына болады деп айтса болады. Құдайға шүкір, қазір біздің жастар секторының жанында әр облыста, жалпы Қазақстанда 1500-ге жуық ерікті бар. Олардың барлығы бізде тіркелген, арнайы база бар, аты жөндерімен барлығы жазылған. Болашақта солардың барлығын бір жерге жинап, үлкен бір шара өткізсек деген жоспарымыз бар. Алла қаласа карантин бітіп, неміз кеңейіп, иншалла сол уақытқа жеткізсін Алла тағала. Сондай бір жоспарларымыз бар жалпы. Біздің көрермендерден сауалдар келіп жатыр екен. Бір көрерменім жолдаған екен. Жалпы қазіргі таңда намысы, жігері мықты жастар тәрбиелеу үшін жалпы білім қажет пе, әлде отбасындағы тәрбие түзеу болса жеткілікті ме дейді? Көрермен жолдаған екен. Мен жауап берейін бе? Иә, сіз жауап беріңіз. Енді мынау сұрақтың негізі өзі дұрыс қойылмаған деп ойлаймын. Енді білім қажет па, әлде тәрбие қажет па деген, әрине бұл жерде екеуінің біреуін таңдау мүмкін емес, екеуі де керек. Білімсіз тәрбие болмайды, тәрбиесіз білім болмайды. Бауыржан Момышұлы бабамыз айтып кеткен ғой, кешіріңіз, Әл-Фараби бабамыз айтқан, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген, дұрыс па? Яғни жерде көретініміз, тәрбиесіз білім берілсе, ол жалпы болашақта үлкен бір қасіретке алып келеді. Сондықтан ең біріншіден ол тәрбие берілу керек отбасында балаға. Одан кейін барып білім алу керек. Яғни бұл екеуі де керек нәрсе деп ойлаймын. Екеуі де құстың екі қанатындай, екеуін де тең ұстау керек жалпы. Думан мырза. Мен де осыған қосып өтсем осыған, қысқаша қосып өтейін. Біз енді бірімізді қуантатыны, осы Алланың асыл діні ислам, осы еріктілердің басын біріктіргенде, әртүрлі саладағы жігіттерді біріктірді, әртүрлі саладағы. Бізде қазір еріктілер деп негізі көбіне жастар дейміз ғой. Бірақ Аллаға шүкір, осы Алланың жолында жүрген азаматтардың арасында атталмай жасы 30-да 40-қа келген, 50-ге келген азамат ағаларымыз да бар. Жастармен қатар сол еріктілерге де қатысады, жастармен қатар сол азық-түлік таратуда да жүретін. Мен жаңа енді сол кісінің қойып отқан сауалға қатысты айтқым келіп отқаны, тәрбие, білім бедір. Жалпы мен өзім жалпы мамандығы мұғалім, педагогика саласы. Өзім шәкірт алдында сабақ беремін, ерікті болсам да. Жалпы жаңа әділет бауырымыз айтқандай, адамға ең бірінші тәрбие керек, әрине содан кейін білім. Бірақ дейді, адам баласы жалпы өмір бақи тәрбиеленіп, өмір бақи білім алады екен. Өйткені біздің білетініміз біреу-ақ, білмейтініміз 99 дегендей. Егер адамға қажетті мөлшерде тәрбие берілмесе, әлбетте адамда арсыздық, әдепсіздік деген нәрселер басым болады. Ал егер адамға білім деген нәрсе қанық берілмейтін болса, мынандай бір үлкен бір ғалымның айтқан жақсы сөзі бар екен. Білімді адамда екі мүмкіндік бар дейді. Не адасады, не тура жолды табады. Білімді адам. Ал білімсіз адамда бір мүмкіндік дейді, ол міндетті түрде адасады дейді. Ол қай бағытта болмасын, ол менде өзінің саласын білмесе де адасады.
ол бір қатерге тап болуы мүмкін. Діни салада шариғатты білмесе, әлбетте бұл адасуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан енді жаңағы қойылған сұраққа қатысты ол енді құстың екі қанаттай ажыратылмайтын нәрсе. Десе де ең бірінші адамға тәрбие керек. Тәрбие басым болса, менің жеке пікірім, үлкенді сыйлау, адамдарды құрметтеу. Абай айтады ғой, кеше бала 12 жасқа көз бір ғалым тұра алмасқа, адам сүйіп Алланың хикметін сезініп ұзақ өмірде оралмаса. Бұл өмір қамшының сабында қысқа болғасын, қасқаған бір өмірін жетпек жоқпыз. Ең бірінші сыйласу, осы тәрбиемен адамгершілік деген нәрсе басты қағида қалса, сосын әрине білім. Біз өмір уақыт білім алуымыз керек. Білімсіз біздің күніміз қара. Сондықтан бұл нәрсені екі нәрсені бір-біріне бөліп жарып болмайды деп ойлаймын. Түсінікті. Бәрекелді. Енді осы орайда бізге WhatsApp желісінен көрермендерімізден көптеген сауалдар келіп жатыр екен. Енді көбісі жаңағы діни сауаттылық, діни білім алуға қатысты. Енді Әділет мырза, өзіңіз айтып өтсеңіз, мынау діни оқу орындары қазіргі таңда жастарға қандай діни оқу орындарында білім алуға болады деген сияқты. Өзінің осы дін жолында білімін жетілдіргісі келетін жастарға қандай мүмкіндіктер бар? Түсінікті. Енді мынау бізде муфтияттан діни білім және кадр даярлау бөлімі бар. Яғни Исмаил Сейітбеков ұстазымыз басқарады, баршамызға белгілі. Енді сол бөлімге қарайтын жалпы елімізде 9 медресе колледж бар екен. Жалпы сол медресе колледжде қазір жастарымыз білім алып жатыр. Бұл жерде тек қана діни білім емес, сонымен қатар зайырлы білім де беріледі. Бұл жерде экономика да, бұл жерде саясаттану да, тарихты оқылады, тілдерді оқылады. Және де сол медресені бітірген бала одан әрі қарай өзінің білім жетілдірсе болады. Оған көптеген оқу орындары бар, соның бірі ол қазіргі кезде мынау діни білім беретін алдын қатарлы оқу орны ол Алматыдағы Нұр Мүбәрак Ислам мәдениеті университеті. Яғни егер кім өзім діни білім алам, жалпы осы дінге бет бұрам, дін қызметкер болам деп өзіне мақсат қойса, сол Нұр Мүбәрак университетіне барса болады. Сонымен қатар біздің елімізде де жетекші, яғни медреселерге де діни білімін алып жетілдіргісетін жастарға медреселер де бар ғой елімізде көптеген. Бар. Көрермендерімізден тағы да бір сауалдар келген екен. Оқи кетейін. Жалпы жастар дін жолында жүрген жастардың адал екеніне күмәнім бар дейді. Бір көрермен жолдаған екен. Олардың сөздері мен істері сәйкес келмей жатады ғой дейді. Ондай адамды қалай тура жолға саласыздар? Қос сұрақ болсын сіздер. Мен жауап беріп кетсем бола ма осыған? Мен жауап беріп кетсем бола ма рұқсат болса? Мен енді жамағаттың арасында көп жүремін. Мен енді ұстаз емеспін, діни білімім жоқ. Мен енді жастармен, жалпы қоғаммен қатар жүргесін. Бізде бір осындай бір қате түсінік бар, қоғамда қате түсінік бар. Жалпы адамның кез келген адамның бойындағы тәрбиесімен, оның сөз сөйлеу мәнерімен, жүріс тұрысымен адамдар дінге баға бергісі келеді. Яғни бір мысалы ол дін жолында болсын, ол былай дін жолында болмаған адам болса да, адам болғасын да міндетті түрде қателеспей тұрмайды. Адам болғасын міндетті түрде ол артық айтпай тұрмайды. Десе де біздің қоғамдағы жаңа бір түсінік осыған әкеліп соғады да, жаңа намаз қылғандар неге осындай, неге намаз оқитын адамдардың сөзімен ісі сәйкес келмейді деген сияқты. Намаздың жалпы өзінің негізі құлшылықтағы мақсат бұл адам өзінің өмірін Алланың жолына арнап, соған бағыттап тәрбиелеу болып табылады. Егер бір адам намазға келсе, демек ол кісі өзінің бойындағы жаман қасиеттермен күресіп жатыр дегенді білдіреді. Осы күресу үстінде жүрген адам, онсыз да ол психологиялық депрессияда жүруі мүмкін, түрлі қиыншылықтарға соқтығысуы мүмкін. Соны көріп кейбір адамдар мүмкін ол ақырында жақсыдан айналатын шығар, мүмкін өзінің жаман қасиеттерін жеңетін шығар, бір күні жеңетін шығар деген үміттің орнына біз керісінше бірден шешім шығаруға тырысамыз. Неге мыналар осындай, неге бұлар осындай деген сияқты. Сондықтан мен бұл кісіге мындай өзім жеке жастардың мындай сауалына жауап жолдар едім. Жалпы айтады ғой, әр адам өзінің өмірінің жасаушысы дейді. Өзінің өмірінің жасаушысы, жазушысы дейді. Алланың жазған басқа тағдыры бар. Және де адамда өзінің таңдау ерік деген нәрсе бар. Енді осы дін жолында жүрген жастарымызға керісінше сөгетіндей немесе оларды амалдарына қарап, жүрісіне қарап
оларға баға берудің керісінше жеңіл болатын нәрселерді айтсақ. Өйткені қазір біздің жастар көптеп келіп жатыр. Қазір десек жастар өте кішкене агрессивті, жас болғасын, бойында кішкене күш-қуаты басым, әр істе кішкене ерте шешім қабылдайтын, еліктегіш, қызғала келеді. Соның ішінде батыстың жастары көбіне бізде сондай болады. Енді басқа өңірлерде бөліп жармаймын, десе де жалпы батыстың жастары ретінде. Сол себепті құрметті көрермендер, көріп отырғандар, мен сіздерге бір ерік ретінде өтінішім, адамдарға дінге баға бермесеңіздер, Стамбулда баға бермесеңіздер, екіншіден Құдай өзінің бойында жаманшылықпен күресіп жүрген жастарға сөгудің орнына демеу болсаңыздар, немесе жақсы бір ақыл кеңес айтсаңыздар, сөздер болады. Бәрекелді, өте керемет. Бүгін біздің бағдарламамызда жалпы жастар тақырыбына арнап отырмыз ғой. Енді көрермендер де өздерінің сауалдарын жолдап жатыр. Енді ішіндегі нақты деген сауалдарды жолдап отырмыз. Дегенмен біздің бағдарламаның уақыт аяқталып келе жатыр екен, өзі бір 10 минуттан аздау уақыт қалған екен. Енді осы соңында бір қорытындылап, бағдарламаның соңында осы жастарға қатысты өздеріңіздің бір ой пікірлеріңіз немесе және де мынау алдағы бір жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыздар. Әділет мырза, өзіңізден бастайық. Енді жалпы мынау қазіргі кезде ел арасында бір үлкен мәселе туғызып жатқан, жалпы бәріміз алаңдататын ол мынау жат ағым, жастарымыздың діни ағымдарға кетуі. Бұл өте үлкен қасірет. Бұның қазірден бастап алдын алмасақ, болашақта үлкен бір салдарларға алып келеді деп айтса болады. Енді бұның жалпы бұны ғана емес, жалпы жастарды мынау дұрыс бағытқа қарай, дәстүрлі дінге қарай бағыттау үшін біз жалпы осы дін адамдары болсын, жалпы жастарды тәрбиелейтін мынау ұйымдар, жалпы мемлекет деп айтайыншы. Жалпы мемлекеттің негізгі мақсаты осы жастардың рухани, жастардың мәдени тәрбиесін көтеру, яғни діни сауатын көтеру. Ол үшін мен айтатын едім, жалпы мынау 8 нәрсеге көңіл бөлу керек. Оның біріншісі білім. Бағана айтқандай, білім деген кезде бұл жерде діни білімде, жалпы зайырлы білімде кіреді. Одан кейін екіншісі еңбек. Жастарымыздың өзінің кәсібін таңдап, болашақта бір белгілі бір кәсіптің маманы болуға жағдай жасау керек деп ойлаймын. Содан кейін үшіншісі денсаулық. Жастарымыздың дені сау болса, болашағы жарқын болады. Одан кейін төртіншісі отбасы. Отбасы мәселесі де өте бір нәзік мәселе қазіргі кезде. Бәріміз білеміз, өзекті мәселе, бәріміз білеміз. Қазір ажырасулар көбейіп жатыр. Әсіресе жас отбасылар үйленбей жатып, ажырасып жатады. Бұл өте үлкен қасірет. Яғни отбасына, жас отбасыларға үлкен көп көңіл бөлу керек. Олардың мынау алаңсыз өмір сүрулеріне жағдай жасау керек деп айтса болады. Одан кейінгі жастардың мынау қоғамдағы белсенділігін арттыру керек. Барынша мынау өмірге жалпы қоғамның барлық шараларына қатысып белсенді болуына үгіттеу керек деп ойлаймын. Одан кейінгісі мынау 6-шы бос уақыттарын дұрыс пайдалануға жағдай жасау. Яғни олардың шығармашылық бір жақтарын дамытуына, әртүрлі бір жастарға арналған шараларды көбейту керек, спорттық шаралар, мәдени шаралар. Одан кейін 7 қауіпсіздік жетіншісі. Яғни қауіпсіздік деген кезде бұл жерде жастар арасында қылмыс көбейіп, қазіргі кезде қылмыс өте көп. Сонымен қатар діни қылмыстар бар, оның ішінде осы қауіпсіздігін, яғни жастардың болашағын қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Одан кейін соңғысы рухани өмір. Бұл өте маңызды бөлім деп айтса болады. Ол 8-ші, яғни жастардың рухани өміріне көңіл бөлу, олардың мынау жаңағы айтып кеткендей жат ағымдардың жетегіне кетуден сақтау. Ал жат ағымдардың жетегіне кетуден сақтау үшін ең бірінші оларға дұрыс діни білімді дұрыс беру керек деп ойлаймын. Яғни осылардың барлығын дұрыс істей алсақ, болашақта жастарымыз өте тәрбиелі, өте патриот, елінің халқының діннің қамын ойлайтын жалпы адам болатынына, тұлға болатынына сенім мол. Бәрекелді, көп рахмет. Жастардың құлағына бір жақсы кеңестердің бірі. Дума мырза, енді өзіңіздің пікіріңізді тыңдайық. Мен былай айтар едім, Абылайға ақылшы, қазақтың ұлы ханы болған, Абылайға ақылшы болған Бұхар Жол бабамыз мынандай әдемі жастарға 12 тілек арнайды. Соның бір бастапқы бөліктерін айтып берейін.
Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа дейді. Екінші тілек тілеңіз ер шұғыл пасық салының сөзіне езіп албасқа дейді. Үшінші тілек тілеңіз үш күрсіз көйлек кимеске дейді. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілеңіз бес уақытта бес намаз біреуін қаза қылмасқа дейді. Бірінші тілек тілеңіз бір Алладан басқа құлшылыққа лайық, Алладан басқа ұлық, құлшылыққа, құрметке лайық ешқандай жаратушы қала жоқ. Алла біреу. Ең бірінші жастардың құлағына алтын сырға. Екінші, ер шұғыл пасық залымның сөзіне еріп азбасқа. Ер шұғыл пасық залым дегенде ол мемлекетті алдыратқысы келетін, билікті, тұтастыққа, мына біздің муфтиятқа қарсы, ұстаздарымызға, имамдарымызға қарсы үгіт насихат айтатын жатайындар, берекені, тыныштықты жойғысы келетін сақтанса дейді. Осы қағида. Үшінші тілек тілеңіз үш күрсіз көйлек кимеске дейді. Біздің тілмен айтқанда әрбір жастар мына өмірден тегін өтпесе екен. Тегін өтпе деген мақсат әрқайсысы әр салада тым болмаса шариғи білім ала алмаса да елге, қоғамға, осы мұсылмандардың, қазақтың дамуына үлесін қоса алатындай өзіндік бір маманның иесі болса екен, және соны адал жасайтындай, ертеңгі күні үлгі болатындай меңгере алса екен, мысалға дәрігер болмасын, мұғалім болмасын, дұрыс жолда жақсы алып шығатын маман болса екен, жақсы бір шынайы ұлағатты ұлттанды ұрпақтар тәрбиелейді. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа дейді. Құдай сақтасын баршамызға, елге, ата-анаға мынау масыл болудан Алла бізді сақтасын. Масыл болу деген жұмыссыз жүру, білім алмағасын жұмыс қайдан болады? Бос жүру, содан кейін жаңа бос жүргесін не болады? Әрине, адам бос жүргесін қылмысқа баруы мүмкін, түрлі жаман жолдарға, жаман нәрселерге кіруі мүмкін. Әрине, бесінші тілек тілеңіз бес уақытта бесін біреуін қаза қылмасқа дейді. Біз әлімсақтан мұсылман болғасын, бес уақыт намаз бәрімізге парыз етілген Алланың таратынан келген аманат. Сондықтан осы қағидаттарды кешегі бабалардың бізге мұра қылып қалған нәрселерін бүгінгі өнеге жанымызға ұстасақ, мен ойлаймын біздің болашағымыз, жастарымыздың, ұрпағымыздың болашағы жарқын болады. Бәрекелді, өте керемет, көп рахмет Әділет мырза, Думан мырза, бізге ой бөлісіп тікелей эфирде өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз, және де көрермендеріміздің сауалдарына жауап бергендеріңізге. Жасап жүрген істеріңіз берекелі болсын, осы Алла жолында жасап жатқан істеріңіз берекелі болсын деп тілек білдіреміз. Сіздерге де табыс тілейміз. Аман болыңыздар, отбасыларыңызға тек амандық тілейміз. Қымбатты телекөрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз да аяқталды. Бүгін жастар тақырыбында әңгіме өрбіттік. Біздің бағдарламаның меймандары өздерінің пікірлерін айтты, ойларын ортаға салды. Өздеріңізде түйіп аларсыздар деген үміттеміз. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің хабарымыз осымен аяқталды. Атырау арнасында жүздескенше аман сау болыңыздар.